Selam dostlar, sizlerle Karşı arnası жайында бүгін мен сіздерге қазіргі легенда мықты ма, әлде бұрынғы легенда мықты ма көрсететін боламын. Бұрынғы легенда деген орыс СССР кезінде өмір сүрген Магнус Карлсон кейінге дейінгі величайший шахматист. Магнус Карлсон өзі дайындаған. Сіздер ойлағандай, бұның аты Гарри Каспаров. Гарри Каспаров қазір өз карьерасын аяқтады. Және де оның оқушысы Норвег. Қазіргі әлем чемпионы. Магнус Карлсон. Екі легенд. Бұрынғы кезін легенді мен қазіргі кезін легенді. Бұрынғы кезін әлем чемпионы, қазіргі кезін әлем чемпионы. Екеуі бір-біріне қарсы кім мықты? Гарри Каспаров па, әлде бәріміз білетін Магнус Карлсон ба? Гарри Каспаров туралы менде бірнеше видео шыққан, қарап кетсеңіздер болады. Енді біз Магнус Карлсон жақында ғана киберспорттан кубок жеңіп алды шахмат арқылы. Ол туралы видео бар, полуфинал мен оның финалы туралы. Енді біз Гарри Каспаров пен Магнус Карлсонға керек. Гарри Каспаров орыстардың ең мықты шахматшылардың бірі. Өте ақылды. Оның екі шәкірттері бар. Біріншісі Магнус Карлсон бәріміздің, ал екіншісі бізде американец, стример, ютубер, интернетте популярность жинап жатқан Хикару Накамура. Екі шәкірті бар. Гарри Каспаров. Ол Магнус Карлсон келгенге дейін өте мықты ойнаған, және чемпиондықты бермеген. Бірақ та Магнус Карлсон чемпиондықты Магнус Карлсон келгеннен бері Каспаров чемпиондық алған жоқ. Және де Карлсон бірнеше жылдан кейін карьерасын аяқтады. Ал Магнус Карлсон туралы, Магнус Карлсон Гарри Каспаровтың ең известный шәкірті болып келеді. Гарри Каспаров ол үшін өзі Норвегияға прилететь етіп келген. Ол 13 жасында гроссмейстер болған, 13-12 жастарында. Және де сол жастарында ол Гарри Каспаровты тупикқа кіргізген. Екі легенда. Екі әлемді таңғалдырған шахматист. Және де Магнус Карлсон ол Гарри Каспаровтың шәкірті. Ол Гарри Каспаров оны кішкене оқытты, ары қарай ол өз оқи бастады. Негізінде екеуі де легенда. Негізі Гарри Каспаров өте мықты ойнайды, мойындау керек. Магнусты жаман ойнамайды. Бірақ та Карлсон бір өлең деп отқан шахматист ойнаған,
атын ұмытыптырмын. Бірақ та ұтықпалы. Магнуста бір ретте ұтылғаны бар. Букештан. Екеуі де ұтылып көрген, екі легендада ұтып көрген. Бірақ та, по сути, Каспаров өте величайшымен келісемін, егерде мен орыстар болса. Бірақ кешіріңіздер, Каспаров негізі Магнустан әлсірек болуы мүмкін. Себебі Магнуста олмен гроссмейстер кезінде кездестіргенде бірінші рет оған тупикқа кіргізді. Магнус келген соң Каспаров чемпиондық алған жоқ. Во-вторых, Магнус қазірде өте жақсы ойнайды. Ал Магнус уже карьерасын аяқтады. Егер де даже сіздер Каспаровтың фанат болсаңыздар, или Каспаровтың өзі возможно болса, не думаю, байқамайды. Негізі Каспаров легенда. Не понимаю. Возможно, сіздер ашуланасыздар Каспаров әзір. Негізі мен де Каспаровтың фанатымын. Но нужно признать, что Магнус реально сильный. Екеуі де легенда. Бірақсы, бізде победитель болу керек. Ал победитель бізде Магнус Карлсон. Гарри Каспаровтың шәкірті деп менің мнением. Сіздердің мнениелеріңізді комментарийде жазып кетсеңіздер болады. Сау болыңыздар.